Жолаушы намазы. Қалыпты орташа жүріспен 18 сағаттық бір жерге бару үшін үйінен, ауылынан шыққан адам жолаушы болып есептеледі. Жолаушы адам баратын жеріне дейін жолаушы болғаны сияқты, барған жерінде 15 күннен аз уақыт қаламын деп жолға шықса, бірақ 15 күн немесе одан да көп қалса, жолаушы болып есептеледі. Ал 15 күн немесе одан да көп қаламын деп оймен жолға шықса, жолаушы болып есептелмейді. Дініміз жолаушыларға жеңілдіктер жасаған. Жолаушы 4 ракағат парыз намаздарын 2 ракағат етіп оқиды. Таң намазының 2 ракағат парызы, ақшам намазының 3 ракағат парызы мен өтір намазын толық орындайды. Ал егер уақыты ыңғайлы жеткілікті болса, сүннеттерін қысқартпай толық оқиды. Жолаушы адам жолаушы емес имамға ұйған жағдайда имаммен бірге 4 ракағат парызы толық оқиды. Жолаушы адам жолаушы емес адамға имам болса, имам 2 ракағаттың аяғында сәлем береді. Ал жолаушы емес жамағат өздері 4 ракағаттарын бітіреді. Жолаушы сапар кезінде қаза болған 4 ракағат намазда сапардан кейін де 2 ракағат қылып қаза етіп оқиды. Жолаушы дәрет алып киген мәсінің үстіне 3 күн 3 түн мәсіх тарта береді. Жолаушы Рамазан айында қаласа ораза ұстайды, қаласа кейінге қалдырып, еліне келгеннен кейін ұстайды. Ораза ұстау еш қиыншылық тудырмаса, жолда да ораза ұстағаны жақсы. Жолаушы жұма және айт намаздарын оқымаса да болады. Бірақ оқыса, намазы дұрыс болып есептеледі. Жұма намазын оқи алмаса, бесін намазын оқиды. Міне, бұлар жол жүрудің қиыншылықтарын ескере отырып, дініміздің жолаушыларға көрсеткен жеңілдіктері.